Сабжан ешер алып қалған жоқ қой әйтеуір. Жоқ, денсаулық деген мықты айқайлап тұр. Орындығыңыз жап-жаңа болды. Мұндай істің маманымын ғой мен. Денсаулығың мықты болса, маман болсаң, жер онда спальнеге. Қалай болар екен? Біраз болып еді, сонда да болмағалы. Сабжан, сен не ойлап кеттің өзің? Ана кроватьты жөндеп деп жатырмын саған. Жоқ, сенен несін жасырайын? Өзі үйіне шақырды. Шақырған соң бардым. Сөзіміз жарасымды, мінезі биязы. Сосын сезім деген алдамайды ғой. Саған көп рахмет, Сабжан. Ай, оқасы жоқ. Иә. Келіп тұрам ғой. Неге? Білмеймін ғой енді. Сабжан не ғой анау? Көршілер уже және үйіне бөтен еркекті кіргізіп алыпты деп әңгіме шығарып жатыр. Оны тіпті балам естісе, алаңсыз ыңғайсыз болады. Негізі екеуміз жақсы ескі дос емеспіз ба? Иә, мен де соны айтайын деген. Көрдің бе? Иә. Рахмет тағы да. Иә. Сабыржан есік жабайды деген ғой, иә. Иә, рахмет. Сабыржан! Жәния, осында бір. Сабыржан, мен сен алысқа кетіп қалды екен деп, мынау кухняда қалып қойыпты плоскогубцы. Қалып қойып па? Иә, жақсы, рахмет, иә. Сабыржан? Жәния? Мынау кіреберісте отверткаңды қалып қойыпты ғой. Отвертка қалып қойып па? Ұмытып кеттің ба? Иә, жақсы. Жәния? Иә? Балға алып та бересіз. Балға? Балконда тұр. Жақсы. Қара серді 41-ші бөлім. Не өмір болды ма? Сен де я деп қойшын болмаса, мұлқау болмай. Не болды папа, тыныштық па? Сен үйде жүрсің бе? Мына күйдіға кіріп кетіп, ембеді деген бір тоқас адам екен ғой. Айтсаңшы, папа, не болды? Жоқ, бәрі дұрыс. Папа, мен сіз көзіңізден көріп тұрмын ғой. Не проблема? Ақша, пақша. Жапшы аузыңды. Бір демetse ақша, қанша. Ақшадан басқа проблема жоқ па? Білінгесі айтайын, әкең жағасы сұрап жүр. Шықсам өлетін болдым мен. Сөйлесетін бір адам жоқ. Сырласатын бір адам. Енді өзімде соны ойлап жүрген ғой, бірақ папа, енді өткенде ғана көңілді жүрдіңіз ғой, күшті болып, күліп. Соған бәрі жақсы деп мән бермеппін мен. Өткенде Жәния деген ескі мектептегі құрым кездестіріп қалам. Кішкене әңгімелестік. Күйеуі қайтыс болған екен. Содан? Көңіл айттым. Содан не сөйлеспей қалдыңыздар енді? Сөйлеспегенде себепсіз жиі кездесе берсек, көршілер не дейді? Балам не ойлап қалады деп
Oşum açıp aytettim ben. Енді папа, бөтен әйелмен себепсіз кездескен шынымен де бір түрлі екен. Солсын сол әйелге үйленіп алсаңызшы. Үйленіп алған сен есің өспен не тұрсың сен? Сен ел жұрт бар, не дейді олар? Бай жоқ екен деп үйленіп алың керек пе? Онда тұрған не бар папа? Жұрттың сөзін не қыласыз? Адамға адам керек дегендей. Оқысың да сіз сияқты ішіп сырып жүрген шығар. Бірақ енді сізді ачиват еткен адам сізге қарамайтын да шығар. Қарайды, қарап тұр. Онда әкелсеңізші үйге папа. Момент қой, алып қалайық та орамал тағып. Енді үйленбей жүріп, аяқ асты үйленген ол қалай дұрыс болмайды ма? Папа, сіз бізді басқа елге жалтақтап өспесін деп өзіңіз өсірдіңіз, бақтыңыз, қақтыңыз, оқыттыңыз. Енді өзіңіздің де жеке өміріңіз болу керек қой. Жұрт не дейді екен деп жалғызсырап, бақытсыз болып жүру керек емессіз ғой. Кім не десе де айта берсін. Қой, полный газ үйленіп алыңыз, папа. Мен боқтағаныма ренжімеңіз. Жоқ, боқтай бер. Просто мен көз алдында қартайып баратқаныңызға қарап жүре алмаймын мен. Әрекетін жасайық. Қыздарым бар ғой мәселе, олар не дейді ал? Папа, мен қолдап тұрмын ғой сізді. Олар да қуанып қалады. Гарантия, мен қазір хабарласып айтам. Тоқта. Үйленіп саған ойыншық па? Ол асықпай уақыт керек ол. Ойлану керек, толғану керек. Енді онда қанша болса сонша күтем дегенім ғой. Енді өзіңіз онда ойланып айтыңыз онда бір күні маған. Балам, не, ана Крышадағы деген ресторанның адресі қай жерде? Қажымұханада уже ойланып қойдыңыз ба, папа? Машинаның кілті қайда? Менің машинам кішкене. Машинаның кілті ішінде? Ішінде тұр. Ол дұқиын айнаның алдында тұр ғой, Дұқиын? Тұр ғой, сол жерде тұр ғой. Полный газ ба не? Полный газ. Әпке қамдасаң түгел шақыр ертеңге. Мен өзім айтайын, өзім естіртім, шешістен кетемін. Болды, папа. Сабыржан. Рейменді тағыңыз? Полный газ. Келдік. Төрлет. Бәрі дайын. Басқа жерге барсақ болмады ма? Мынау жастарға арналған баңғайсыз. Жоқ, бәрі нормально. Отыр және. Отыр. Стейк келеді. Не стейк? Стейк тамақтың аты ғой, білмейсің бе? Сорпасы оның зор енді дәмі. Стейктің сорпасы? Иә? Hoş geldinizler. Bana istekleriniz. Сәлематсыз ба? Рахмет. Сорпасы қайда? Жоқ, мыналар өзгеріп жүр ме? Баяғыда сорпасы болса. Жарайды, тамақтан ала ғой. Жаңа бір маңызды әңгімен бар деп едің, қандай әңгіме? Және саған аңғайсыздау естілуі мүмкін. Бірақ сөзімді бөлмейсің. Жарайды, айта бер. Әңгіме ұзақ болуы мүмкін. Аяғына дейін тыңдайсың ғой. Бағым сенде, айта бер дедің ғой. Және маған тұрмысқа шықшы. Көрдің бе? Аяғын бірден айтып тастадым. Сонша жасқа келіппіз. Өзі... Жоқ, жап-жаспыз әлі. Не айтады сонда? Жұрт не десе о десін. Балаларым? Балаларым қолдайды. Менің ұлым келіспей жатса... Да көрейін, мен өзім сөйлесем, түсіндірем. Қыздарым? Қыздарға да өзім айтам, және көрмей бұлай сұрақ қоя берсең, бұл әңгіме таусылмайды. Және
Gördün mü? Sen de жалғыз, men de жалғыз. Taylar ikimiz de aylandır bakayım. Kayta жолықтырды. Bunun bari bekar emas deb o'ylayman, Janiya. Sonuqtan endigi ömrümizde birge qo'l tutasib ömürдің мәні мен сәнін ары қарай бірге көтеруіміз керек деп ойлаймын. Оған қалай келісім бересің бе? Жоқ, бірден жауап бермей-ақ қой, ойлан, мен асылып отырған жоқ. Жарайды, келісем. А? Келісем деп жатырмын да. Тұрмысқа шығуға келсін деп отырсың ба? Мен ойланып келісіп отыр, я. Тұрмысқа сәт болды. Өтір ма? Келісім берді маған, Жания. Она сказала да. Кешіріңіз. Бұл жерде былай қатты шулауға болмайды. Шулауға болмай ма? Онда біз жарайды, шуламаймыз, басқа жерге барайық. Білмеймін, өзіміз білетін бір дұрыстау тағам тексіз бір қуырдақ па, палау ма бір жерге барып. Көже! Кеспе көже айтпесе. Жүр. Келінге көмектесіп жатсың ба? Жоқ. Келін саған көмектесіп ме? Қалай еді сенің семьяларың бір түрлі? Жақсылап дайындалыңдар енді, қыздарым күнде келіп жатқан. Өзіңіз не істеп жатсыз, папа? Мен, сенің ағаң бола ма, інің бола ма? Балаңа келіп сөйлесейін деп. Жанияның баласын айтам. Иә, папа, дұрыс қой. Жарайды, иә. Бұл спортсмен бала болды ғой. Қалайсың? Ассалаумағалейкум. Атың кім сен? Данияр. Данияр, былай. Мен сенің мамаңа үйленгелі жатырмын. Ертең мамаң естіртіп айтса, сен қарсы шықпа. Қолдап кет бірден, жарай ма? Жарайды. Бірақ папа қарсы болсашы. Папаң бар ма не? Бар ма? Аға, шатасып кеттіңіз ау. Тағы бір Данияр бар. Анау радиолкіде болған. Сонда барасыз ба? Мен басқам бүгін. Жаттығу жасай берейін, е? Ермек, сен түсіндің ба? Түсінбеген сияқты. Түсіндім. Ешак, саған адам сияқты айттым да ол қызға жолама де. Данияр, сен ол қыз танымайсың да ғой. Таниын ба? Шаруаң болмас. Танымайтын мұсың бұлай істейтін болса. Көшенді болды. Анасын адам Хорошо. Жания? Жоқ, дақынаймен сөйлесе алмадым мен. Қолы бос емес сияқты. Бүгін босамайды-ау. Жақсы, жарайды. Ау, Индира, сендер жақындап қалдыр ма? Біз бара алмайтын болдық, ренжімеңізші. Балам ауырып қалды, больницаға барайын деп жатырмық. Ой, жарайды онда. Енді балаға дұрыстап қарасаңдаршы кішкене. Сәлем бердік. Көп жаса, салғыз қайда. Дастарханда жетіп жатыр, мен тамақ жасап бөлісіп алғанбыз ғой. Дұрыс екен. Папа, алдыңғы гүлді әлі таппадым. Жалғыз сізге берген жейді ғой. Ой, жоқ, жалғасы маған гүл берген жоқ ешқандай. Папа алдындағы көше багажникке салып кеткен горшоктағы. Соны айтып тұр ғой. Алло, келе жатсыңдар ма? Пап, сізге айтуға ұмытып кетіппін, біз қала сыртына шығып кетіп едік. Жарайды онда. Ренжімеңізші, келесі жолы барамыз. Жоқ, ренжімеймін ғой. Дастархан дайындасай барып. Ешқайсысы келмесе керек емес сияқты ғой өзі. Папа? Аружан келетін болса... Ол да келемейтін болды. Үйдің адресін ұмытып, сұрауға үй алып жүр деймін. Ертең
өзім барып аралап қайтсам оларды. Мо, папасы қақтан жүрсіз? Келіңіз папа, төрлетіңіздер. Кіріңіздер. Ой, кеше сендер келмегеннен кейін бұлар не істеп жатыр екен деп.